Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша, қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видео Қазақстандық қор нарығында дивиденд төлейтін акцияларға арналады. Қазақстанда қандай компаниялар дивиденд төлейді? Дивиденд көлемі қанша? Олардың дивидендтік табыстылығы қандай? Егер акцияны дивидендтік пайда көру үшін алатын болсаңыз, қай акцияны алған дұрыс? Осы сұрақтарға алдағы минуттарда қысқаша жауап беретін боламыз. Сіздерге тақырып қызық болса, видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, алда шығатын пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыз. Қазақстандық көптеген компаниялар қор нарығында саудаланады, бірақ олардың барлығы бірдей дивиденд төлей бермейді. Егер сіз дивидендтік табыс алуды көздейтін инвестор болсаңыз және теңгемен табыс табуды қаласаңыз, қай акция қаншалықты табыс әкелетінін білгеніңіз жөн. Алдағы минуттарда дивиденд төлейтін 8 компания атауымен бөлісетін боламын. Бұл ақпарат былтырғы жылы дивиденд төлеген компанияларға негізделген, және болашақта олар өзгеруі мүмкін. Дивиденд төлейтін компаниялардың біріншісі бәрімізге танымал Халық банкі. Бұл қаржы саласындағы компания соңғы жылдары қатарынан дивиденд төлеп, өз инвесторларын қуантып келеді. Биылғы жылы тіпті компания әдеттегіше бір рет емес, 2 рет дивиденд төледі. Алғаш рет әрбір акция үшін дивиденд көлемі 25 теңге төңірегінде болса, екінші рет 9 теңге төленді. Осылайша, бір жылда Халық банкі әрбір акцияға жыл ішінде 34 теңге дивиденд төлеген. Акцияның дивидендтік табыстылығы 12-13% төңірегінде. Барлықтарыңыз дивидендтік табыстылықтың жыл көлеміндегі бір акцияға төленген дивиденд суммасын акцияның ағымдағы бағасына бөлу арқылы есептелінетіндігін білетін шығарсыздар. Біздің жағдайда 34 теңгені қазіргі Халық банкінің бір акциясының бағасына, яғни 270 теңгеге бөліп 100-ге көбейту арқылы алдық. Келесі дивиденд төлейтін компаниялар қатарына финтех саласындағы Каспий кіреді. Бұл компания жылына өз инвесторларына 4 рет дивиденд төлейді. Әрбір акция үшін бір рет төленетін дивиденд көлемі 850 теңге. Ал жылына әрбір акцияға 3400 теңге төңірегінде дивиденд төлейді. Акцияның қазіргі бағасы шамамен 52.000 екендігін ескерсек, оның дивидендтік табыстылығы жылына 6,5% құрайды. Казатомпром компаниясы да дивиденд төлейтін компаниялар қатарына кіреді. Бұл компанияның акционерлері жылына бір рет әрбір акция үшін 1213 теңге көлемінде дивиденд алуда. Қазір бұл компанияның акциясы 20.000 теңге төңірегінде саудаланады. Осыны ескерсек, компанияның дивидендтік табыстылығы жылына 6% құрайды. Электр энергиясы саласында монополист компания Кегок компаниясы да қазақстандық дивиденд төлеуші компаниялардың бірі. Бұл компания ұзақ уақыт бойы өз инвесторларына жылына 2 рет дивиденд төлеуді жалғастыруда. Әрбір акция үшін жылына 164 теңге дивиденд төлейді, яғни 2 рет 82 теңгеден. Қазір Кегок акциялары шамамен 1500 теңге төңірегінде саудаланады. Осыны ескерсек, жылдық дивидендтік табыстылық шамамен 11% құрап отыр. Келесі, отандық дивиденд төлеуші компания телекоммуникация саласында қызмет көрсететін Қазақтелеком компаниясы. Бұл компания өз акционерлеріне жылына бір рет 2096 теңге дивиденд төлейді. Қазір бұл компания акциясы 46600 теңге төңірегінде саудаланады. Ал дивидендтік табыстылығы жылына 4,5% құрайды. Дивиденд төлейтін келесі компания мұнай-газ секторынан.
Қазтрансойл компаниясы жылына бір рет өз акционерлеріне дивиденд төлейді. Дивиденд көлемі 65 теңге. Қазір компанияның бір акциясы 840 теңге төңірегінде саудалануда. Осылайша компанияның дивидендтік табыстылығы 7,7%-ды құрайды. Осы секторда қызмет ететін Қазмұнайгаз компаниясы да еліміздегі дивиденд төлеуші компаниялар қатарына енеді. Бұл компанияда өз акционерлеріне жылына бір рет қана дивиденд төлейді. Ал дивиденд көлемі әрбір акция үшін 491 теңге. Компанияның бір акциясы 15.100 теңге екендігін ескерсек, акцияның дивидендтік табыстылығы 3,2%-ды құрайды. Дивиденд төлейтін компаниялар тізімін Forte Bank компаниясы аяқтап тұр. Бұл банктың акциясы еліміздің қор нарығындағы ең арзан акциялардың бірі. Оның бағасы шамамен 7 теңге көлемінде. Компания өз акционерлеріне жылына бір рет дивиденд төлейді. Дивиденд көлемі әрбір акция үшін 6 тиын. Дегенмен де дивидендтік табыстылығы жақсы, шамамен 8,5%-ды құрайды. Осымен сіздерге елімізде дивиденд төлейтін компаниялар атауын, дивиденд көлемін және дивидендтік табыстылығы жайлы ақпаратты беріп өттім. Енді дивидендтік табыстылығы жағынан қай акция тиімді екендігін талдайық. Халық банктың дивидендтік табыстылығы 12-13%, Каспийдің дивидендтік табыстылығы 6,5%, Казатомпромда 6%, Кегокта 11%, Қазақтелекомда 4,5%, Қазтрансойлда 7,7%, Қазмұнайгазда 3,2%, ал Forte Bankта 8,5%-ды құрайды. Байқап отырсаңыздар, дивидендтік табыстылығы жағынан ең тиімді акция ол Халық банкінің акциясы. Оның жылдық дивидендтік табыстылығы депозиттің табыстылығына пара-пар. Одан бөлек, акцияның өзінің жылдық өсімі бар. Мысалы, соңғы бір жылда ол 64%-ға өскен. Келесі дивидендтік табыстылығы жоғары компания ол Кегок. Бір жылда Кегок акциясын сатып алып қана, дивидендтің табысынан ғана 11% пайда көруге болады. Одан бөлек, акцияның өзінің өсімі де болуы мүмкін. Дивидендтік табыстылығы жағынан тартымды үшінші компания Forte Bank. Forte Bank'тың де дивидендтік табыстылығы 8,5%-ды құрайды. Оған қоса, бір акциясының бағасы өте қолжетімді екендігін ескерсек, дивидендтік табыс табу мақсат болса, алу жайлы ойланатын компания. Егер сіз инвестор ретінде дивидендтен табыс алу негізгі стратегияңыз болса, осы айтылған соңғы 3 компанияға баса назар аударсаңыздар болады. Оған қоса, осы акциялардың бағасы да өте қолжетімді және жылдық өсімі де тартымды. Әрине, бұл инвестициялық кеңес болып табылмайды. Әрбір инвестор өз мақсатына, стратегиясына және жеке жүргізген талдауларына негізделе отырып инвестициялауы керек. Сіздер осы компанияларға инвестициялайсыздар ма? Былтыр сіздер осы компаниялардан қандай көлемде дивиденд алдыңыздар? Төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаның дамуын қолдай кетіңіздер. Егер арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, арнаға тіркеліп қойыңыз. Алда әлі талай пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Сіздерді келесі видеоларымда күтемін.